Сәлеметсіздер ме? Мен Әбдіманап Нұрила Қанатқызы Мұқағали Мақатаев атындағы номері 140 гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Мен 6 сыныпқа ұлттық құндылықтар ел қазынасы тақырыбында сабақ өткіздім. Сабақ барысында қазақ кинофильмдерінен үзінді талдаттым. Жалпы қазақ кинофильмдерін білім беруде қолданудың ерекшеліктері неде? Жалпы кино жанры адам жүрегіне ең тез жететін ұшқыр, елгезек жанр екендігі анық. Кинода тәрбие құралы, әрине оны орынды пайдалана білгенге. Қазіргі уақытта тарихи тұлғалардың өмірін, ұлттық құндылықтарымызды кітап арқылы насихаттап жатқанымызбен, өкінішке орай, көгілдір экранның басымдылығы көптеу болып тұр. Әрине, оның да жақсы жақтарын пайдалануға болады. Неліктен қазіргі осы заманауи форматта қазақ кинофильмдері мен қазақ тілін әдебиетін байланыстырып, түрлі әдіс тәсілдерді қолданбасқа, сол арқылы ұлттық құндылықтарды, тәрбие құндылықтарын шәкірт бойына дарытпасқа. Жалпы бүгінгі сабақта біз мағынаны тану, ұшқыр ой қозғау секілді әдіс тәсілдерді қолдандық. Жұптық жұмыс, топтық жұмыстар берілді, яғни оқытудың белсенді әдіс тәсілдері тиімді қолданылды. Енді жалпы кинофильмдерді қолданудың ерекшеліктерінің тағы біреуіне тоқталып өтейін. Қазіргі жастарда біріншіден клиптік сана көбірек, басымдырақ дамыған, яғни шорт форматында дейміз, рилс форматындағы видеолар қазір трендте. Осы арқылы біз оқушыларға берілген ақпаратты қысқа әрі оңай түрде жеткізе аламыз. Екіншіден, қазақ киносының басым көпшілігі, әсіресе 60-70 жылдары жарыққа шыққан кинофильмдерде қазақ халқының құндылығы тереңірек қамтылады. Міне, осы арқылы біз қазақ халқының тағылымға толы өмірін шәкірттерге көрсете аламыз. Үшіншіден, оқушы шамшырақ, оны тек жаға білу керек. Мүмкін алдымызда отырған шәкірттердің бірі болашақта осы кино саласының майталманы болып қалар. Біздің мақсатымыз қазірден бастап оқушылардың өнерге деген құлшынысын арттыру. Арғарай тақырыпты бекіту мақсатында WordWall, яғни сайты арқылы оқушыларға қызықты тапсырма ұсындық. Қандай нәтижеге қол жеткіземіз? Білімді функционалдықпен және шығармашылықпен қолдану жүзеге асады. Ақпараттық коммуникациялық технологиялар қолданылады. Сын тұрғысынан ойлау дағдылары қалыптасады. Жалпы бұл тапсырмалардың тағы бір ерекшелігі тақырыптың әр алуандылығы. Бұл тапсырмалардың барлығы оқыту мақсатына сәйкес келуі басты назарға алынады. Заманауи сұранысқа сай сабақты түрлендіру әдістері. Қорытар болсақ, тыңдалым және айтылым тапсырмаларының оқушыларға ерекше қызық екендігі басты назарға алынды. Сонымен қатар бағалау біздің сабағымыздың әр кезеңінде жүзеге асады. Ол үшін конструктивті кері бағалау және рефлексия сынды әдіс тәсілдерді қолдандық. Соңғы уақытта жарыққа шығып жатқан кинофильмдерде сөздің қадіріне жету назардан тыс қалып жатыр. Ал мен қолданылатын әдіс тәсілдерде қазақ тілінің байлығын, шұрайлығын, әуезділігін көрсететін кинофильмдерден үзінділер талданады. Жалпы ар-ұят, ұлттық мүдде, талап сынды ұлттық құндылықтарды шәкірт бойына сіңіруде қазақ кинофильмдерінің маңызы зор. Назарларыңызға рахмет.